Ассалаумағалейкум әзіз достар. Бүгін бізде подкастта қонақта бокстан мастер спорт Gamma Fighting лигасының кулачок түрінен чемпион Самандар Енібаев. Ассалаумағалейкум Самандар, подкастқа қош келіпсің. Интервью беруіңе разы болған үшін көп рахмет саған. Енді қысқаша өзің таныстырып өт, нешінші жылсың, қайерде туылдың, спортқа қашан келдің? Уалейкум ассалам, саламалейкум Нұрға, арман өзгенсім, шаршамай. Сізге рахмет, құрметті подкастқа шақырған екенсіздер. Атым Самандар, фамилиям Енібаев, 2000 жыл Қоңырат районында туылып өскенмен. Спортқа қалай кіріп келдім? 2005-2006 жыл дадамның інісі болады деді, марқұм Ергеш ағам. Ажағам залға баратығын еді, ажаға деп айтамын өзім. Залға ізінен еріп баратығын едім. Бокс сала береді өзі Қоңыратта единственный. Бекберген аға деген марқұм ұстазымыз ашып қойып еді. Барады дейміз, ізіне қызығып. Содан кейін мектепке барып бастадық. Мектепке екеуі қарама қарсы тұрады залмен. Мектепте кастингалармен барып қызығып бастадық. Сөйтіп уақыттың өтуімен бірінші ұстазым Камал Шәмшидағы чемпионат Қарапастан алып барады. Ол жарыста екінші орынды аламын. Қарапастан тренерлердің көзінен түсемін. Одан кейін Қожелді Убиев деген турнир болады. Содан кейін Убиевте екінші орынды аламын. Одан кейін Нүкіс қаласындағы спорт Олимпия Захирова колледжінде Айтбаев Шараф деген ұстазым бар. Сол ұстазымыздың көзіне көрінемін. Ұстазымыз Олимпийский колледжге шақырады. 7-ші класстан бастап 3-ші курс колледжін сол жақта оқып біткердім. Ең бірінші жеткізгеншіліктерімнен бірі 2013 жылы чемпион Қарапастан болдым. 2016 жыл призер Өзбекстан болдым. Үміт нұхаларында призер болдым. Полуфиналға дейін шықтым 2016 жылы. Одан кейін аз-маз арада үздіктер болды. 2023 жылы Ошу Сандадан призер Азия болдым. 2025 жыл Муайтайдан призер Өзбекстан болдым. Үлкен спортқа 2023 жылдан бастап кіріп келдім. Оған себепшілердің бірі Орынбаев Бабур деген жорам. Уақытта не болады? Менде операция болады. Операциядан шығып болып, бір 2 апта дейін тіксін алдырып болғаннан кейін турнирге залға барып басайын, қала күнеді өзі как раз мехнат залды залдаман. Ташкенттен Орынбаев Бабур орам жазады маған. Оражан бой бар еді, Грузияда дейді, бірақ Шенгалгіде бокс дейді. Барасаң ма дейді, барып беру қаражылығын өзіміз төлейміз, аяқта Грузия төлейді дейді. Бараман деймін, разылықты аламан, үйдің ішінен дуасын алып, сол бүгін кеште хабар келмесе, ертеңін азында Ташкентке кетіп қаламын. Ташкентке барғаннан кейін сол жерде Ташкентте Фарид әке деген ұстазымыз бар. Ұстазымызбен танысып, сол жерде бір апта тренинг істеп, Грузияға барамын. Бірінші бой кулачкіден Грузияда Хитрон деген лига ашылады тазадан. Сол жерге барып кулачкіден бірінші бой украиналық сопернигіммен өткізіп келемін. Бірінші раунд нокаут қыламын. Одан кейін сол лига үлкен бір гран-при турнир өткізеді. Чемпион призорға $3000 дейін. Бірінші бойды ұтаман. Найр Муликян деген қазіргі уақытта ол UFC дәрежесінде профессионал дәрежедегі спортшы. Сонымен 3 раунд істеп, соны ұтаман. Одан кейін ортада бір жыл демалыс болады менде. Одан кейін Грузияның Gamma Fighting лигасынан шарттама келеді маған. Менен кейін сол Найр Муликян деген бала сол Gamma Fightingде гран-приде чемпион болған екен. Сөйтіп маған реванш сұрап, біздің Орынбаев Бауыр жорам реванш сұрап, сол лигаға жаза береді. Найр Муликянға давай реванш деп. Содан кейін маған лига қатты қызығып қалады, менің бойларыма, неме. Лига шарттама жібереді. Ең бірінші шарттамадан кейін шарттамада аты кім еді? Бірінші бой болады. Бірінші бой ұтаман. Одан кейін Найр Муликянмен шығуым керек болады декабрь айында. Найр Муликян беліне операция болып қалған екен. Ол созылды. Одан кейін чемпионский поясқа бой берді. Gamma лигада бірінші болып шыққан баламменен. Сол 2026 жыл февраль айында чемпионский поясқа төлесіп, Gamma Fighting лигасына чемпион болып келдім. Кулачок спорт түріне. Мен қазіргі уақытта мақтанып айта аламын. Қарапастанда единственный жалғыз кулачки боецмен и Өзбекстанға біріншілерден болып кулачки боецлердің поясын алып келген баламын. Өзбекстан көлемінде? Өзбекстан бойынша. Қарақалпақстанда единственный. Қарақалпақстанда қазір бір өзіммен. Көп адамға бірақ расы өзім спортын масағат бермеймін. Себебі ең опасный спортлардан, неғылдап айтсам, қопал спорт түрінде айтсақ, грязный спортлардан біреуі. Қатты грязный. Травма, басқалар көбейіп кетеді. Неге ол грязный болса сайладың оны, кулачкіні именно? Ол сайлағанда
аяқ асты болып қалған зат айтады ғой жаңағы операция болғаннан кейін 2 аптадан кейін тігісін алдырып тастап операция болған жерін орынбаев деген бауыр жөнім сонан соң тәклif беріп қалады сондай прощение беріп қалады сөйтіп аяқ асты келіп қалған заттан бой барасың барамын одан кейін уже грузия маған қызығып бастағаннан кейін мен сюда алып кеттім да наир мюрикяннан кейінгі Бейбір бойдан болмады. бейбір көп еді муайтайдан жаңағы ушусандан мма план мма еді негізі биыл 2026 жыл жазда ммаде бастаймын деп планымыз бар еді тренерлерімізбенен командамен өкінішке орай бірақ чемпионский пояс жарысымызда екі қолымнан сынық болды. Видеоңды көрдім ғой. Тренерің ауқат жегізіп отқан. Тренер қасымызда бірге барған ағаларымыз әуедегі ауқат бір 2 күн ма 2 гипсте жүрдім да қолымда не арасы. Тақыратханаға шығу қиын болып қалды арасы. Қасымда жүрген адамдар біледі сол уақытта. Ана шуруп қатырып қойған қолың қайсы? Не, мынау ғой. Сол қолда шурубым бар қазір. Операция шалалау қылынған ағам. Потому что операция қылған уақытта мынау осы байогым менде қатты пайдаланып кеткен. Шингалкыңмен. Потому что кеседі қолымды. Қолым кесіп шұрт тыққаннан кейін астына алып. Көзге көріне көрмеш сүйек қап қояды майдаланға. Астына қап қояды, соншалықты қолым қысылмайды. До конца жуылмайды. До конца жуылмайды сол. Ертең бойға қалай шығасың? Расын айтсам, өзім коронный қолым елі сол құдайға шүкір. Сен левшасың, Левша мана. Стойка левша. Стойка левша. Красавчик. Енді левша. Левшалар десең, коронный қолым ұсы болғаннан кейін сол қолыма қатты сенемін. Рас бойда оң қолда онша сете бермеймін. Коронный ұсы менде. Тартып ұру, басқа қарынға деген алдамшы ғой мен арасы. Қазір рекордың неше? Рекордым 4 күні құдайға шүкір. Рекордты 6-0 я 7-0 қылып ММА-ге өту план бар енді. Оған дейін қолым ұстау болса. Енді чемпионский поясты қорғау үшін неше бой өткеруің керек қазір? Қазіргі уақытта менде план мынандай еді, 2025 жылдың ақырларында чемпионский поясты алсақ, құдай қаласа тренермен де ойласқан. Аламыз, кемінде 2-3 бой защита қылсақ, Конордың лигасына Кулашкиден бой алуымыз керек. Конор Макгрегордың лигасына. Конор Макгрегордың өзінің мировой жаһан бойынша Кулашкиден бірінші орында тұрған лигасы бар оның. Кулашкиден ба прям? Дана Уайттан сатып алған Барек Кнолклин деген. Аяқ асты кеше Құдай беремізде беріп қалады екен. Аяқ асты өзінен өз сияқтан контракт келіп жатыр уже. Матчмейкерлермен хабарласып көріп отырмыз. Конор Макгрегормен көрісу несі бар екен, бақыты бар екен ғой енді. Конор Макгрегор Кулашкиден бой жарыс өткізіп Грузияда және ноябрь айында үлкен жарыс болады Кулашкидан ноябрь айында. Дальше қалған мақсатларың қандай қазір алдыңа қойған? Мақсатларымыз Құдай қаласа Конордың лигасында бірінші бой өткізіп алып, 1-2 бой өткізіп алып, Құдай қаласа Конордың лигасынан чемпионский поясқа төрешіп чемпион болу Құдай қаласа. Прям Кулашкинсің давам ете жақсың ба? План әзірше Кулашка осы жылға енді. ММА-ге азында қолымызда слабилау арасы. Партерің қалай? Партер бекке жетеді Құдайға шүкір. Бекдаужановқа жетеді. Бекдаужановқа жетеді. Бекдаужанов, мен сенге визит ташлаймын дейді. Греплингден визит тастаймын Бекдаужанов саған. Болады, красавчик. Қарақалпақта қазір шығып жатқан кулашниклер бар ма сенден басқа? Лигаларға шығып жүрген? Лигаларға шығып жүргенлер жоқ, бірақ қалеушілер болады, Инстаграмда тез-тезден жазып тұрады, бұрынғы боксерлар, өзім қатарында боксерлар көп жазып тұрады. Именно оларға айтамын, рекорд болу керек, байқа шыдамды болу керек. Қалай айтсам болады. Қайсыдар боевой спорттен, не только бокс, боевой спорттен оларға рекорд болу керек та аз-маз не. Результат болу керек, содан кейін олар тартады арасы. Грузияға, басқа лигалар болсын. Азыр мировой көріп тұрған Иба менен Намат 2 күн көріп тұрыпты. Жаһан үлкілеу көріп тұрыпты, сол жақта не. Соларға мас қарайды кемінде Өзбекстан болу керек взрослыйдан олар алатын болса. Кулашка қазір бірақ қиын спорт негізі. Көп адамға маслихат бермеймін оны. Бірақ гамада страшный бойлар кетеді екен, иә? Страшный бойлар болады. Бірақ наматтарды көрем, ол сілердей болып төбелеспейді. Парқы неде оның? Так, парқы мынандай, Иба менен Наматта основной өзі мысалы Қазақстан, Россия, Өзбекстан боксерлар шығады. Кемінде призер балалар шығады жерде. Технический балалар шығады арасында. Менің лигамда основной топинг балалар шығады. Топинг дегенде шыдамдылыққа беретін. Сілердің бойыңыздан қасылары жыртылып, ауызлары қанап, мұрынлары дал-дал болып шығады. Ана Наматқа шығады, тырс-тырс ұрады. Беттері мощный болып шығады. Ойры арасы Наматта техника көп ойнайды арасы. Техника көп ойнайды. Біздерде
менің именно қатынасқан лигамда допинг көп ойнайды даже арасы. Допингға қатты рұқсат берілген. Андай болады, екі тараптан допинг ұрылса, қанша көп удар ұрып, удар түсіп, қайтадан орнынан тұрған сайын адамдар қызығады да ол жақта. Ол жақта сондай қызығады арасы. Біздерде СНГ-да расы көбісі техникаға қызығады. Ол жақта нокаутқа қызығады да. Қатты нокаутқа қызығады и допингге қызығады олар. Біздердің классикалардың көз лигаларына допингге қатты рұқсат берілген. Неге бокстың ізін жалғастыра қоймайсың? Тем более травмаң болса. Бокстың ізі арасын айтсам қазір қиын. Өзбекстанда. Қазір именно Өзбекстанда хит болып жатыр. Кеше Тимур Никулеме Еркебұлан Тоқтар шыққан. Лига ма не зат ол? И сол Иба менен Намадигун екі бірге қосылған азыр уақытта сол лигаға шығады. Сол лига. Қазір екіншісі өте жақ, құдай қаласа. Нұрусов түсе жоқ болса. Голдтың несі сопернигі. Соларға бар контракт не қылып көрмейсің? Гонорары нормаль екен ғой. Нормаль. Мен қазір Гамма Файтинг лигасымен кемінде 2 ойға шартнамам бар. Чемпионский пояс қорғауым керек поясымды. Одан кейін алдында 2 ой бар. Сол 2 ой қорғап болғаннан кейін пояс өзімде қалады, құдай қаласа. Қарап бассаң елінде қалады. Енді оған таярлық қандай? Соперникті өзің сайлайсың ба? Контракт бойынша өздері сайлап бере ме? Короче, номер түсесің деп. Основной чемпионның өзінің қалауына қарайды. Шингалка, без шингалка, мышта прямо. Соперник сайлауға хақым бар өзімнің. Соперник согласен болса, мен давай чемпионский бойынша шығамын десе кете береді. Чемпионның арасында чемпионға көп еркіндік берілген, бірақ біздің лигада чемпион қалесе гонорарды сайлай алмайды да, гонорадан тысқасы көп зат сайлады. Шингалка, без шингалка и соперник сайлай алады. Сол лиганың ішіндегі. Ол жаққа нелер бола ма? Кәдімгі қазіргі лигаларда вес тастау, кроссфит істеу. Вес тастау мәселесіне келсек, өзім ең көп қайтарып көргенім 13 кило. Ақыры чемпионский поясқа қысқа уақыт ішінде қайтардым, 8 күннің ішінде. Ал басқа уақытта 20 күннен бастап. Восстановление қандай болды? Восстановление ауыр ғой, 8 күннің ішінде 13 кило деген тастау. Мен қазір 1 айдың ішінде 9 кило тастадым. Восстановление қандай болады? Основной мен 20 күн қалған уақытта правильный питание отырамын арасы. Парламент піскен ауқытларға отырамын. Қайнатпа сорпаға келген отырамын. Бұл жақта мен спонсор іздеп көп қап қойдым расы. Менде спонсор мәселесі қатты қиындау. Нүкісте қап қойдым, һәм жұмыста болдым. Содан кейін жарысқа 10 күн уақытта бардым Ташкентке. И Ташкенттен 10 күннің ішінде вес қайтарып кеттім. Тренерлердің маслихатымен тренерім ойласуға қалды. Ташкенттен мен өзіммен собой не алып кеттім, витамин Z алып кеттім. Веске тұрамыз, сразу тәрізден өтеміз, сразу витамин Z системаны салып жатамыз бір күн. Полный бір күніміз сол вестен кейін системамен жатамыз бізде. Витамин Z қаншадай расход кетеді примерно? Чемпионский поясларда 2 түрлі барып басаймын Ташкентке. Мен өзім тренировканы Ташкентте істеймін, команда Ташкентте да. 1,5 айға шамасы қалған уақытта мен Ташкентке барамын, 10 миллиондай кетіп қалады. 10 миллиондай. Сол Грузияға барамын деген жарысқа барамын деген лишний. Сол уақытқа дейін 2 бойымда спонсор бір бойымда спонсор болған, ол спонсор айрым себептермен спонсорды қойды. Кейінгі чемпионский поясымда Жасур деген жорамыз бар. Бұрында боксқа қатынаған Жасур деген ініміз бар. Інім жора деп қабылдаймын ол инсанды. Бір күн тренировкаға барып қалдық. Мен таза бокс алға. Сонда чемпионский поясқа шақырған дедім. Спонсорларың бар ма, жәрдем беретін біреу бар ма деді. Дедім, сөйтіп бірге тренировка жасап бастадық ол баламенен. Соның арасында бір-екі спонсор іздеп көрді, ол маған әрекет көрді. Ақыры не десем болады, уақытында болған спортқа қатынады. Ауыр травма болғаннан кейін спортты қойып кетті ол бала. Содан кейін ол түсінеді да, бір арасын айтсам, ол бала мен түсінеді, қатты түсінеді. Спонсор жоқ, бірақ шығуға шанс бар да. Давай мен саған жәрдем беремін деді, бірақ спонсор емеспін деді маған, айтты. Халық білмей ақ қойсын деді. Спонсор емеспін, мен саған қолымнан келген жәрдем беремін деді. Ол бала не толық спонсорлық қылды. Арасын айтсам, семейде жағдайым шыққан уақытта қарыз жағынан жәрдем берген бала. Ол балаға қатты үлкен рахметім бар ол балаға. Сол уақытқа дейін бір сомымды қайтарып сұраған бала емес. Сөйтіп қандай келісім болды? Мен ол затты халыққа білдірдім керек расы. Алтын Нүкіс деген каналды жүргізеді инстаграмда. Давай дедім, маған бір футболка бер дедім, кепкаңды бер, и байрақ қылып бер дедім. Yaxshi деді. Сөйтіп мен сол затты Грузияда алып шығамын дедім, фестивальге алып шығамын дедім. Өкінішке орай, бірақ Грузияға барғаннан кейін әр уақыт сұрайды деді, менде рекламаға бар ма, спонсорларың деп те. Байрақ алып шығамын. Ақыры чемпионский поясқа барған уақытында олар сол затқа отказ беріп қалды негедір. Олар потому что өздерінің спонсор кіргізіп жатыр екен да, Грузияның өзі. Чемпионский поясымда үлкен жәрдем берген Жаспер деген бала бар. Жорамызға, інімізге рахмет етемін.
олар ең біріншілерден болып ооба автокредитті ашқан бала сол. автокредит ашқан бала Нүкіс. Aa. Инстаграм бойынша Нүкіс қаласы Қарабастан бойынша машин мәселесі бойынша Инстаграм ашқан балалардан бірі да. ең біріншісі. Сол бала үлкен жәрдем берген расы. Одан кейін бір екі ағаларымыз бар. Жақыннан жәрдем берген. Сол жерде мақтан айтамын, City Gym залы бар. Қазіргі уақытқа дейін мен өзім ішіне бесплатный кіремін, ішінде ағалар, басқа да інілеріміз бар, жораларымыз бар, ағаларымыз бар. Көп поддержка беріп тұрады, бірақ халық айтпай дейді да олар. Халық айтпай дейді. Нағыз спонсор да солар деп айтсам болады. Андай до конца спонсор болмаса ham, әйтеуір керек кезінде қолдан келгенше жәрдем беріп тұрады оға. Реал Тюнинг бар. Сол уақытында жәрдем беріп тұрды оға. Шахзат ағамыз деген ағамыз бар. Көп жәрдем берді солар. City Gymмен бірлескен халда Real Tuning, City Gym, Шахзат ағаларымыз солар көп жәрдем берген. Баста бірінші, екінші бой уақытларымда спонсор мәселесіне келсем, тренерім өзі квайтара төлеп береді оны еді, өзі питание төлеп береді, Фарит деген ұстазымыз. Тренерімізден үлкен жәрдем берген. Ташкентте Фарит ака ғой. Ташкентте Фарит ұстазымыз. Бабыр клубы қолынан келгенше жәрдем береді оны еді. Бабыр өзіне рәжбесі арзалы квартира тауып беріп, болмаса өзінің үйіне кіргізіп, питание болмаса питаниеге жәрдем беріп, квартира болса квартираға ақша беріп тұрады оны өздері. Спортивный питаниеге көп жәрдем берді Фарит ака ұстазымыз. Соны саларға қатты рахмет айтқым келеді. Асауны бірге сезіп жатқан, бірақ шартнама бойынша сезіп келген елес спонсорымыз жоқ. Мен сені Инстаграмда көп көремін, историяға шығуды жақсы көресің сен. Өзің пікіріңді айт. Неге медиа несінен көрмейсің? Сен айтып білесің, действия қылып білесің ғой айтқан гәпіңе. Медиа жағын аз-маз ұрым көрдік. Расын айтсам, баста спортқа кіріп келуіме келген ұстаздарым қарсы болды. Қойса деп та. Қойса, ондай жараспайды. Бізде қандай болды, қандай ауыр тиді маған. Мен саған ондай тәрбие берген жоқпын ғой. Яқ, сенде характер бар, харизма бар. Ана Саторымен Тайсон ұқсап клоун болды жақ емеспен ғой. Яқ, дұрыс. Кәдімгі, например, алсақ Ерке Бұлан Тоқтар. Четкий. Сөйлейді, действие істейді, өзін көрсетеді оған. Дұрыс, бір-екі рет ұрынымам көрдім, бай-бай көрдім. Бірақ ұстаздарымыздан сәл қарсылық болды да. Ұстаздар тарапынан медиа жағын қатты көтергім келеді өзімен, бірақ андай не дейді, клоун ұқсап кетеді. Біздің халық сөз атты, Адылхан Сатурлан кездерінен клоун как сөйтіп шыққан кезде шығып атпаса батса, как клоун көріп үйреніп қалғанда халық не только Қарақалпақ халқы, Өзбекстан халқы, сонда көріп үйреніп қалғанда қатты. Аяқ бетке құяш түсіп кетті, маққа қарай көштік саяға. Жаңа айтқаным, Инстаграмда постларыңда көп комментарийлар келеді, негатив. Соған дым қатты әтібар береткенсің. Вечно көрсем қырылып отырғаның. Неге? Анайда аға, асауына келетін комментарий, бұл бала кім өзі, қақтың баласы неге бойланып пол не қоймайды дейді да. Инстаграмда атфайбен тұрыпты, енімайып самандап сонысын толық ашып қойып, ютубқа кіріп кірсе, аме бойланып тұрыпты, рекім 4 күн өзі 4 бойланып бәрі тұрыпты да. И басқа да жарыстардың бойлары тұрыпты. Мынандай комментарий келеді, какой-то бір темір тауып алып, ине тағып бүйтіп чемпионмын деп мақтанма дейді да. Қандай спорт өзі бұл дейді да, Өзбекстанда бар ма? И тақта көпалықта шиголларды кішкентай балалар ұрып бүйтіп мақтанма дейді да. Сол шиголлар қазір айтып жатқан балалары қазір сол өздері жасап жатқан жерінде, мәселен асылы Еуропаның балаларын ұрып қойған, Грузия, басқа Украинаның балаларын ұрып қойғандар расында өздерінің істеп жатқан жерінде, істеп жатқан зоналарында Еуропада көп адам сол балалардан сескенеді расында. И мен оларға жету үшін мен 15 жылдық ниетім бар аға. Ана комментарияға күйіп түсетін жерім сода аға. Не десем болады, 15 жылдық ниетті бірау сөзімен күйдіріп жүргенде рас араланымын да, араланып кетемін да мен не. Қатты күйемін. Халық неге де біздердің профессионал спортшыларды көтере алмай жатыр. Не только мені, басқа да спортшылар көп. Қазір Шахиқа деген қызымыз бар. ММА-ден чемпион болды. Мейір болды. Пояс алып келді. Комментариясын көрсең, қыз бала ғой, неге үйіне қыз бала ұқсап. Қарақалпақстан спорт тарихында бірінші болып спорт белбеуін алып келген қыз Шахика. Комментариясын көрсең, қыз бала соң үйінде посудан жуып отырса, бала шағаң арасында тұрмысқа шықпайсың ба? Одан басқа Суфия деген қыз бар еді, одан сондай комментарий алып, бірге істестік ол қызымен Ташкентке бір лигада. Азыр шығып жатқан Орынбаев Бабур, Бекдаужанов, Тұрғанбаев, Чина, көп балалар бар. Атлары есімізге келмей жатыр, расы. Сол профессионал дәрежелерге кіріп шығып жатыр. Профессионал ММА істеп жатыр бәрі. Комментариядан көріп көрсең, сен кімсің өзі? Неге Қарабақтың байрағын көтеріп жүрсең? Не десем болады? Негативті Бекдаужанов мәселен азыр мен өзім қарапайым қазақпын, бірақ Қарабастан туып өстім деп айтады. Бірақ астында сен қазақтан да негатив келеді, и Қарабастан да негатив келеді ол бала қатты.
бірақ екі жақтың ham абыройын алып жүрген болады. Азыр Алаш проекті ұрысып көрді, Найзада ұрысып көрді. Қазақстанның ең алды не десем болады лигаларды. Орта Азияда үлкен Азиялар, Орта Азияда үлкен лигалардан біреуіне победа қылып жүрген бар. Сөйтіп кім деген бала бар еді және бір аты не еді? Ботаник деген лақабы бар. Ботаник деген лақабы бар. Танымайсың ба ботаникті? Иса деген жігіт бар, мәселен. Сол балаларым Қарабастан байрам көтеріп шығатын балалар. Комментарияна кіріп көремін, лишний өзім сол баланы специально негатив. Біздің расын айтсам, Қарақалпақ халқы үлкен спортты қабылдамай жатыр ма? Я ана Адылхан Саторларды көріп, біздер де сондай болып кетеді деп ойлай ма? И ана менің негатив, ең көп негативі халықтың өзі жазған. Қопал айтсам не болып білмеймін. Мен күтіп алу видеосы шыққан, Жаспер деген бала, інілеріміз бойынша, інілеріміз күтіп алуға шығады. Вокзалда күтіп алады. Вокзалда күтіп алады. И халық жазады, неге осы баланы күтіп алмайды деп. Жастар агенттігі неге күтіп алмайды деп жазып қойыпты да. Бір анық информациямен біреу жазып қойыпты. Жастар агенттігі күтіп алады деген, жастар агенттігі неге осы баланы күтіп алмайды, абырой қылып дейді де. Кейін бір комментарий келген, именно сол комментарий жазылған. Ол күні бізде районда едік деген комментарий келеді да. Сол дәрежеде спортты біздер төмен көре ме Қарабастанда білмеймін де бірасы. Жоғары кеңестегілер, спорт министрлігіндегілер неге солай хабарласып көрмесең дейді, мен сонда чемпионмын деп, өзің қоңыраттың болмаса неге қоңыраттың хакімшілігіне айтпайсың дейді. Расын айтсам, андай жалыным келмейді. Мен андай чемпион болып келген спортивный скромность болады любой біреуде. Өзім қатты көрсеткім келмейді. Айтқан сөзіме жауап берсем болды, мен чемпион болдым ма? Чемпион болдым. Боламан деген ниетім болған. Бірақ кеше ана олдбоксингтің несінде шөлкеместірген шарысында көрдік, сен қоңырат деген яман не қылады екен ал. Артық отырып па, түртеді, нүге десем, самандар қашан шығады, біздер сол үшін келіп тұрмыз ғой дейді. Ана жерде самандар шықпайды деп айтса, қайта жақта енді. Қазір шығады, отыра берді қойған сан ғой. Бірақ абыройың чотке екен қоңыраттың, молодец. Рахмет. Қоңырат районында өзім расын айтсам, өзім тұратын ауылымда десем, спорт зал ашу ниетім бар. Құдай қаласа. Құдай қаласа, өзім Легион деген азыр лигадан атынан шығамын ғой. Сол Легионның екінші финалы қоңыраттан ММА қыздағы ашамын. Бокс емес, кулачка емес, ММА-ға басатын ниетіміз бар. Құдай қаласа. Инстаграмға видео салдың, өткенде спонсор сұрап, оны біздің халық көтере алмады ма, негативтің астында қатты қалып қойдың да. Видео салуға не себеп болды сенде? Спонсор мәселесі бойынша. Азыр профессионал спортшылардың жүрегіндегі атты айтаман да расы. Ең бірінші мәселе, ақыры чемпионский поясымда қолым екі қолым сындырып алдым расаға. Операцияға көп ақша кетіп қалды. Қолымды операция қылдырдым, ішіне шүріп салдырдым. Содан кейін спонсор жүрген менеджер болдым. Потому что кейінгі бойым бәрібір чемпионский бой болады. Мен чемпионский бойға бағана айтып өткенде, 2 ай алдын даярлық бастаймын. Даярлығым Ташкентте басталады. Ташкентте жасаудың өзі қиын. Ташкентте жасап, сутренек жүрген балалар бет, оқып жүрген балалар. Квай тарапулым, жеп ішуім, спортивный питанием. Ташкент страшный. Ташкент страшный, аға. Жеп ішуім бар, и барып кеш шауып кел, андай майда жерде прайс кетеді. Сондай қатты спонсор іздедім. Потом осы уақытқа дейін маған жәрдем берген спонсор болған основной мамам мен дадам. Олар өзім үйленгеннен кейін олардан ақша сұрауға ұяламын арасы. Сұрай беруіне спонсор тауға мәжбүр болдым іздеуге. Сөйтіп болып, ең ауыр келген комментарий кеше бір қыздан келді. Мен жазып қойыпты, зато гәптен гәп шығып қалып жазып қалды. Сол уақытта комментарийда мен зато саған ұқсап халыққа жалынып жүрген жоқпын, спонсор іздеді дейді. Енді ол қыз бала, бірақ спортсмен қыз бала деген да. Инстаграм кіріп көрдім, спортсмен қыз бала екен, қатты ауырып жатты маған сол уақытта. Спортшы болсаң неге өйтіп жазасаң деймін да. Спортшы болсаң, бәрін спонсор керек болады. Мен өзім айтып болғым, 2 ай мәселен тайлыққа кететін болсам 10 миллионға жақын ақша кетіп қалады рас. Ол гонорарымның 3-тен 2-сі деген почти менде әзір. 10 миллион деген әзір не? Спорт тайлығына не? Жарыстарға алдылар қатып кетпейді деді. Потому что 15 күн жұмағанға баратын Ташкентке енді серьезно тайлап басаймыз, соперник серьезно халыққа жәмір айтатын. Профессионал спортқа шығып жүрген ММА болсын, бокс болсын, классикаға шығып жүрген болсын, балаларымыз бар ма? Кәдешке беру керек. Профессионал деген сөздің өзі, блядь, қалай айтсам болады? 2 адам бірден қосып жіберіп, бір адам қылғандай да, короче, не? Сондай адамдар болады да, олар не? Көшеде ол адамдармен ерегісіп қалсам, уже мәселен, біреу дұрып қойса спортсмен болады, мәселе спорт біреуға 2 сессияда қойылады да.
екі адам бір қосып бір адам қылып қойған еді. А, Азыр профессионал боец деп. Профессионал боецтердің азыр енді расчетын айтсам, мен өзім обычный, енді мен құлаш кетемін, ММАшілерге менен көп расчет кетеді негізі айына. а, 20 миллионға жақын кетеді. Анық бір бойға таянатын болса, 20-25 миллион кетіп қалады оларға. одан ам көп кетеді. Ава. Көрдім мен Гонорар- октагонға таярланғанlar. Ава. Гонорары ондай ам шықпайды арасы қарап тұрсаң не. Бірақ солай ынтылып жатыр да. Мен гарантия бере аламын аға. Қарапастан республикасынан бір боец шығады, по-любому шығады. UFC дәрежесіне кіріп шығады. Бірақ сол затты халық көтеріп білу керек та арасында. Медиа жағынан азыр қарап тұрсаң, не только октагон, UFC медиа жағына қарай чемпионский пояс беру үшін не. Арман Сарикон неге азыр не қылсам ма чемпионский пояс бермей жатыр? Инстаграмда көп актив болып кетті. Потому что медиа жағына қарайды. Мен азыр сонша халық айтатын негатив жазбаған емес, жазылады по-любому енді спорт түсінбейтін, андай көшесінде футболдан көрмегендер, ана спорт түсінбейтін жазады. Бірақ жаңағыдай спортта қатынап жүріп спорт ішінде жүрген балалар, қызлар неге негатив жазғанда ашуым келеді арасы. Жаңағыдай спортшының 15 жылғы минетін күйдіріп жібереді ана жерде. Болып кете берген деп не. Спонсор мәселесі сондай болады да, жаңағы қатты қиын. Біз жерде еле қабылдай алмайды десем ғой халық. Көп бизнесмен ағаларменен, енді қопал жеріне келді, көп бизнесмен ағаларменен, көп блогерлермен сөйлесіп көрдім аға сол спонсорлық бойынша. Көп сынайды. Не самандар, сен маған жарыс күніңді айт. Жарысқа келген адам спонсор боламын, топ беремін. Ана адам уже жоқ. Абсолютно жоқ та ана адам. Көпшілігі мен не сөзіне тұрғанларым бар ішінде енді. Зато ойын бәрін бермейді де. Қолына барын береді әйтеуір. Бірақ 70% жаңағыдай. Самандар кеттік па бола, молодец баса берейік те. Сонымен ар жағынан жоқ. Біз жерде расы поддержка деген дым аз, тем более блогерлер арасында. Сен мәлім сосын историяға қойғаннан кейін танысып қалдық прямойыңа кіргенімде ассалаумағалейкум брат деп амандастым. Бірақ білемен сен пояс алып келді, анау-мынау Қарақалпақта біріншілерден болып алып келді, кулашка бойынша деп салып. Бір блогер салған жоқ ал. Жаспердің өзі лично көп блогерлерге тастаған, история қойып берсе, братчикеге бет анау-мынау деп. Біреулер яқшы деген қоймаған, біреулер оны ответам жазбаған. Атау өйтіп кібірге беріле беріп, не қыласыз деймін да. Ертең өшіп қалса не қыласың инстаграмда бұнтайық соқып көрсең. Шерет блогерлерге салып, не қылсам болады, видео жасасам болады ма? Неге бір-біріңізді көре алмайсыздар деймін де. Кеше ақыры менде 3-4 айлықта блогер арасында көп жүрмен арасында танысып бүйтіп бір-бірін қатты көре алмайды екен. Мәселен бір-бірін актив көшіп баратса, ол анаға тага жасайды, анаға көшіп барады, анаға тага жасайды да. Мен хайран қаламын, неге бір-біріңіз көре алмайсыздар, неге бір-біріңіз поддержка бере алмайсыздар деймін. Ташкенттің блогерлерін көр, бәрі жиналып кино жатыр, кино. Сөйтіп өсіп жатыр Ташкенттің блогерлері, ал біз жердікі бір-бірімен шоу болған. Көтіне түсіп алу, жаңағыдай жаздырып жіберу. Ташкенттің блогерлерін бір-бірін жиналып кино беріп жатыр да. Ал біз жердікі бір-бірін шоу. Қараңыз, мен история қойса, мен активін көтеріп кетіп, олардан активін көтеріп кетуім мүмкін. Олар ғана көп реклама алып кетуім мүмкін, рас айтсам ертеңіне. Сосын көтере алмайды екен біздердің блогерлер, бір-біріне өзіне өтіп кетпеу керек. Блогерлеріне араса. Көп блогерлер сондай бір-біріне өтіп кетпеу керек. Ішінде кібірлерінен көрдім, халыққа танып жүргендерден, ақкөкіректерінен көрдім арасаға. Бірақ бәрім сол андай бір-бірінен өтіп кетпеу керек. Сол зат қатты қопал кетті бірақ. Мен сол зат қатты хайран қалып қараймын. Неге ондай болар деп, неге бір-біріне өспейді, неге бірікпейді болар деген сұрау мені қатты қинады сол уақытта. Мәселен, сөйлем атлан айтпаймын. Онлағанда блогер айттым, давай история қойып бер деймін. Содан 3-ге қойып берді ал. 3-ге. Ең аз патологларынан бірі азыр айтқаныңдар айтпаған келмейді. Мен ғой патолог история қоя тұрды. Братан, спонсор боламын деп бір блогер шықты. Давай братан, хотя бы спонсор болмасам, мынандай бол. Мына видеомды история қойып бер, халық білсін, ана біздер спортсмен бар екен, чемпион екен десем, онан қойып бермеді ғой даже. Қиналады. Азыр актив күшілерден, мәселен, сен барсаң братан, Бұнтай бар, қойып берген арасы, қойып берген адамның атын айтамын, Бұнтай бар, сіз барсыз братан. Кейін кім бірі атын тұрман. Самат бар, Тимур бар, рас халық көрсетті азы. Тимур БШЖ-ны национал тем қойып берді. Сөйтіп Тамада ағамыз бар. Қарапастан өмір айдың Тамада азы менен сол адам. Атын тұрман. Ислам емес. Аббас Шаумен. Аббас Шаумен братанмен. Бір не қаламын, бір күн таңғы зарядке шығамын. Ақ көкірек бала. Ақ көкірек бала екен арасан. Братан,
сондай соң тасжүмбемін ол молодец дейді де таңғы шоуына қайтамыз А, барып история қойып тастайды бір видео емес 3-4 видео история қойып тастайды ол бала а, молодец дедім абаз аға м, ақкөкірген сол екен қағалардың көбісі бірақ кібір қағалар халық көп жүрді ғой а, атын айтып түсіргім келмейді расынан кібір көбісі м, содан подкастқа келген бек даужанов айтқандай блогер көтермесе спортсмендерді халық көтереді мен сенемін сол қарабастаннан мен көп спортсмендерді танимын кішкентайдан үлкенден қарабастанда жарып шығады м, профессионал болып шығады ертең құдай қаласа жастардан көбін танимын халық көтеру керек мен сенедім сол халық арасы м, халықтан үлкен поддержка күтемін расы мен өзім қатты үлкен поддержка күтемін а, мейлі негатив жазсын зато ана жерде деп жіберіп қойсын біз жерде андай спортсмен бар ма еді деп біреудің группасына жіберіп қойсам ана жерде ане көтеріледі да активный а, зато сол адамы көреді просмотр көбейеді м, қазір боецтерге расын айтсам медиасына қарап бой алынады үлкен А. үлкен медиасына қарап бой алынады да мәселен қазір мен 500 мың подписчигім болсын жаңа сіз айтып жатқан иба наумат үлкен үлкен лигалар бар ма сразу шақырады потому что олардың бойын ютубтан көреді ғой мен арқылы ютубтан көреді болмаса жақылау жер ташкентте болса ташкентке барып билет сатып алып көреді м. сол көп болады да оларда Дальше UFC-ге шығу ниетің бар ма? план бар Тіпті жақылап тұрсың ғой тіпті. құдай қаласа план бар аға Планда бар ма? сол конор макгрегор лигасына өтіп алсам сол 2026-дың ақырларына қарап MMA көреміз деген ой бар мен ташкентке барсам тренермен ойласамыз біздер любой профессионал спортсмен тренермен хаммезде ойласады даже шудалатын хауасына тренермен ойласады да менеджермен тренермен ойласады Бірақ сен медиаңды күшейтуің керек. медианы күшейту үшін маған халық поддержка беру керек аға халық Біздер поддержка бермесе поддержка береміз біздер. Блогерлер береміз. Өзім де ішіне блогерлерге береміз. сенбеймін аға рас Енді бәрін емес, санаулы блогерлер бар ішінде. Бар Четкий енді. поддержка береді ғой. кібірлеріне қатты сенбеймін шақырып көрді сөйлесіп көрді живой сенбеймін мен сенемін халыққа қараса аға и өзім бір алладағы сенемін рас Мақұл. Өткенде мана Еркебұлан Тоқтарменен кім ана Қырғызстанның боецісі кім еді? Марсель. Өз ана Еркебұлан ұтылып қалды ғой. Мен ойладым, мынау болды сынды Қазақстанға барғаннан кейін әмі үстіне күліп бастайды бұның деп не. Бірақ аэропортта достойный күтіп алды, гимн айтып күтіп алды ғой даже не. Еркебұлан жылап ана жерде не, эмоциясын ұстай алмай. Қарада енді аға сол Марсельде Еркебұлан чемпионский пояс жоқ. Ал Қарабастанда БМФ алмады ма ол? БМФ алды ғой. Кулашкиден де мен. Кулашкиден жоқ бірақ. Екі кулашки жоқ аз қарап бізден. Екінен жоқ. Бірақ екінен достойный күтіп алды. Сол мәселен Марсельге сол уақытта 10 мың 20 мың долларлап братанлар ақша бергенлерінен көрдім. И только Еркебұланның қолына арақым пачка доллар ұстатып кетті деп. Байрақты алып шыққан жоқ мәселен. Деп арасына суырып тренеріне мобилографына үлестіріп тастады на месте. Біздерде негіз құлақ естіп көз көрмеген братанлар бар сонда бизнесмендер. Солар қайға қарайды деймін де соларға қатты күйемін де көп аз біздерде боецтерге соларға бір жиналыс бір поддержка берсе бар ма сол өтеді мәселен Орынбаев Бауыр Бек Даужанов Тұрғанбаев Иса Шақсанем соларға бәрі бір жиналып бәрі үлкен бір отырып сөйлесілсе бар ма ана жерде ана боецтердің келешегін көреді сол уақытта айтып отқан спонсор боламын ау мен поддержка бере аламын деген ағалар жиналса бар ма сол спортсмен боецтерім жиналса ана жерде балалардың көзқарасына қарап дүниеқарасына қарап планларына қарап мақсаттеріне қарап олардың келешегін көре алады да қай жерге дейін бара алуын көруге болады құдай қаласа. енді қазіргі жас спортшыларға беретін кеңесің қандай? ММАшыларға, боксерларға неге? Так боксерларға арасын айтсам өзім спорттың кулашкин маслихат бермеймін основной өзіңіздің ауаска бокс мен профессионал боксыңызды даже алып барың umuman общий спортсмендерге айтатын болсам главный ата ана мен тренер разы болса болды солардың дуасын алсаңыз ешқашан кем болмайсыз ата ана мен ұстаз наразы ма болды шауласыз ол затты көп мәрте көзіммен көргенмен ата ана ең основной поддержка қолдау көтеру халықтан емес ата анадан рас сол уақытқа дейін мен жасым 25-ге келген болса үйдің іші бір мәрте қолым сынғаннан кейін айтты спортты қоя қой балам деп оған дейін қатты поддержка берген әке шешем мамам дадам мама дада деймін өзім інім Шұңқарбек и келіншегім үйімізде әммесі қатты спортқа қызығады
дадам спортсмен өзі. Содан кейін спортқа қатты поддержка береді. И ұстаздарымыз қай жерге дейін баратынымызды біледі, қай жерге дейін көтерілетінімізді біледі, қай жерге түсіп кетуімізді біледі негізі ұстаздар. Соған қарап бізге тәрбие береді олар. Ұстазым екінші әке дейді ғой. Соған қарап мәселен құлас айтacağım спортсмендерге ұстаз мен ата ананың разы қылың. И 99% обязательно ниет. 1% талант болған рас. 99% ниет болған. Мен ең жақсы көрген затым өзім қинау рас тренировкада. Өзіңіз қинамаңыз пайдасы жоқ. Анеге бар базыр тренер айтады, 15 килограмм тастан 4 подход көтер дейді 20 реттен. Ана спортсмен 10 марта көтереді. Өзін алдайды да. Типа өзім алдап отпан дейді да. Тренер алдам деп ойлайды, бірақ негізі өзін алдап отыр да. Мәселен, ертең ендігі ай жарыс бар екен, түсесің ба дейді. Кейін түсемін мен. Кейін түсемін балам оң дейді да. Қате. Әр жарысында ұтылып қалсам, сатан офтап атсаң деймін. Түсе бер, офтап атсаң. Мен өзім 2021-де шердок жазылмайды ғой. Өзім 2019-да үлкен спорт тастап кетіп, 2023-те қайтып келдім. Үлкен перерыв болған менде. Не себеп? Сол ақшалау керек болды. Үйдің үлкен баласымын. Ақшалау керек болды. Мойынға түсті жаңа. Одан кейін үйлендік. Содан кейін сондай бірақ үйдің іші қатты поддержка берді. Аманда сен мынандай қыл, өйтпе, бүйтпе, сен мынандай қылма деді. Балам бас деді. Келіншегің пікірі қандай? Келіншегім Емені кулашкиге мына. Қоя ғой ММА-ға өтті деп жатқан жоқ па? Бұл спорттан хау өтірді. Спорттан хау өтірді ме? Спортта жүргеннен хау өтірді. Азыр мамаммен тек мамам сеніп отырып та қатты келіншегіммен дадам қатты хау өтірді қолым сынғаннан кейін. Инвалид болып қалады да қорқады ғой. Қатты қорқады. Потому что жақында әке барайын деп отырмыз өзіміз. Қадай барайын деп отырмыз өзім ода қарайсы. Содан үйдің іші қатты хау өтірді спорт қоя ғой балам деп отыр. Бірақ мен расын айтсам 15 жылдық менің жолы енді ашылып жатыр. Конор Макгрегордың лигасына. Ол лигада елі Азиядан ешкім төбелес көрмеді. Орта Азиядан елі ешкім төбелес көрмеді, ешкім контракт көрмеді ол. Іздестіріп көрдім, олар Tapology деген сайт бар. Профессионал спортсменнен рекорд тұрады. Ешкім жоқ ол жерде. Құдай қаласа сол барып сөйлем біріншіден ауыл тарих жазамын үміттемін. Құдай қаласа. Енді мына Қарақалпақстанда ММА-дің рауажланып жатқаны қандай дәрежеде деп ойлайсың өзің? Рауажлану дәрежесі ме? Мен ақыры бір жылдықта расында шоктамын. Қарақалпақстанда ММА бар екеніне енді сеніп бастадым. Потому что біз жерде Қорымбаев, Бабурбек, Даужанов, Чина, Тұрғанбаев, Шахсанен, басқа да Қадамов. Қадамовтың командасына бес кеттім мен. Аз Инстаграмда көп адам негатив жазып жатыр оларға. Негативтің патологы сояқта негізі. Националды темда. Негізі негатив көтереді, ахватты бар ғой. Ахваттан емзеттер. Сол ММА-ге мен бес кеттім мен. Бұл балалар бұл дәрежеге жетіп келеді деген ешкім ойына келмеді. Арасын айтып отырсам, айтып жатқан санап өткен балалар қыздардың арасы олар үйін ішен білмейтін білмеген арасын айтсам рас па. Бұл дәрежеге жететін чемпион мир, рекордларын жағынан көтеріп алу. Мен өзім шоктамын арасы. Айтып жатқан жақ, біздің Қарақалпақстаннан қыз болсын, бала болсын біреу жарып шығады UFC-ге дейін. Алдымызда 3 жылдың ішінде жарып шығады. Қатты біреу шығады жарып. Қайсы екенін өзім аумет тілеймін. Қатты жарып шығады, мен білемін құда қаласа. Рауажлану менде 100% балл Қарақалпақстан ММА-сына. Бір мен айтacağım, сол рауажлауны бәрін спонсор керек аға. Мәрт бір братан шықса, бизнесмен біреу шықса, давай басайық. Үлкен бір октагон соғайық, Қарақалпақстанға десеген бар ма? Давай кеттік басып тастайық десе, зор әне. Қарақалпақстанда лига ашылып, саған главный бой вечера берсе шығасың ба? Обязательно жа. Обязательно. Онда шансты ешқашан жібермеймін. Өзі кішігірім мәселе, мен олд боксинг деген жарыстың өзіне мен қатты шыққым келді. Өкінішке орай шыға алмай қалды еді. Тем более өзім туып өскен жер Қоңыратта. Халықтың поддержкасын соқта сеземін деп ойлаймын мен. И так сездім. Барған адамдар самандар шықпайсың ба жаңа сен айтқандай ажа. Қарақалпақстан ММА-ден болса вообще зор аға. Мен анық айта аламын, Қарақалпақстан лига ашылса, ММА ашылса, мен сырт лигалармен көп отношениям бар, балаларменен, мен ММА-шылармен, боксерлармен, кикбоксерлармен көп отношениям. Бәйгелерім алып бере аламын, лишний өзім. Жаңағыдай бір лига ашылып, үстінде директормен келісіп, бәйгелерім алып беремін сол балаларға. Сол зат қолымнан келеді мен бәйгелерді алып беру. Қазір мына біздерде шығып жатқан бір-біріне вызов тастап жатқан медиашыларға пікірің қандай? Сен соның арасында бір түсіп қалып шығып кетті.
одан алдынан чемпион күйінен көп адамдар тастады, Азиз Барамова басқаларды. Негізі моды әмме өзінің өмірін сүріп жатыр, қай дегенін қылып жатыр. Желаниясы бар ма, қылсын. Ертең қартайып қалғаннан кейін өкініп отырмау керек, потом что. Қылың жігітлер. Мәселен 40-қа шыққан браталарым бар залда. Қылғысы келеді. Қылың, тастаң, безіп тастаң, басасат қылың. Бірақ андай қылолас кетпесін да, рас адам, не? Безіп тастаң, конкретно действие қылың, қылың шығын төбелесің болды. Мен өз отқа нормально қараймын расы. Бірақ қылолас қылмаң, действие қылың, бұл айтқан сөзді шығың, рас адам. Хотя спарринг қылың болды. Спорт интерес қатты күшті ме? Давай бір сол спорттың ММА-ның қарап басқанда директормен басқа орынбасарымен болмаса бір тренермен келісіп кішігірім айтылып ойласылып врачтарды шақырып обязательно министерстводан рұқсат алып ММА өткізіп жібердің болды кішігірім болып сосын болды сөйтіп вопрос жауабын вопрос жауап бірақ действие қылың жігітлер действие қылып тастау шарт бір біріне видео шығара беру шарт емес видео тастаса Әмірхан видео тастамай расынан реально действие қылып тастау керек сол мақұл ертең енді мына гамадан кейін Конор Макгрегордың лигасына контракт алып жатсың ғой. Құда қаласа. Ертең өзіміздің балдардан достойнылар шыға сол жаққа тартасың ба? Обязательно. Егер достойны болса, андай шайып кететін, яғни таса кететін балалар болса, обязательно тартамын аға. Өзім соға дейін құдай қаласа сол жақта жақсы бойлап өткізіп, жақсы гонорар алып, мен болсам, Ташкентте өзім кайтара алып, сол жаққа бала шақырып, өзім кайтармай жатуға разымын. Шығу керек біздерден. Айтып тұрмын, ләж болса нормально ертең бойлап өткізіп, чемпионский бойда өзім алып қалсам, Қоңырат районынан өзім лига ашу планым бар аға. Сол жақта баясайды өсіріп шығару, тәрбиелеу, өзіміз қандай қиыншылық көрміз, солардан солға үйретіп тартамын аға, обязательно болады ода қалесе. Самандар, саған көп рахмет подкастыма келген үшін, интервью беруге разы болған үшін. Сол алдағы лигаларыңда, бойларыңда саған үлкен әумет жеңіс тілеймін. Мемлекетіміздің байрағын желкеңде жоғары лигаларда, құдай қаласа UFC-ларға шыққайсың. Көп рахмет. Менюді айтшы, ашып кеттім.